келді. Бізді мына 70 жыл жаратылысына байланысты. 70 жыл бізді Дарвин теориясымен маймылдан жаратылдыңдар деді. Біз соған сеніп жүрдік. Маймылдан жаратылған екенбіз ғой дейді. Қазір Аллаға шүкір егемендігімізді алып, біздің жаратушымыз Алла екеніне көзіміз жетті. Дарвиннің теориясы мынандай екен. Мысалы, мына экранға назар аударайық. Дарвиннің теориясы. Маймыл жұмыс жасап адамға айналды дейді. Енді жұмыс жасаса қаншама бәленбай миллион бар маймыл бар. Біреу ең болмаған адам болып кетпей ма деймін да қазір осы. Міне Маймылов, Маймылбек, Тұрсынбек. Бұл енді Дарвиннің теориясы солай. Енді бұған сенбейміз. Аллаға көзіміз жетті ғой қазір. Мен айтар едім, жақсы, маймыл жұмыс істеп адам болмаса да, мен өзім Тұрсынбектің теориясын ойлап таптым. Адам жұмыс істемесе, керісінше маймылға айналатын секілді. Мысалы, былай. Өйткені біз ағайын қазір адами қасиетімізден кішкене айырылып батырған секілдіміз. Қазір біз екінші тұрған маймылға жеттік. Өйткені қазір көшеде бас көтеріп жүрген қазақ көрмейсің. Қолдарында бір телефон, қоғамда не болып жатыр қызық емес. Телефонның іші қызық та бізге. Көшеде жүрген адамдар қазір екінші маймыл секілді бүйтіп жүреміз. Bir жерде отырса да, бүйтіп отырады. Енді мен көрсетейін, енді ренжімеңіздер, сыртынан қарағанда кәдімгі маймылдар отырған секілді байқамайтын шығарсыздар бек. Сол телефонмен жатады кәдім бар ғой. Сонымен бірге ұйықтайды. Сонымен бірге тұрады. Бірдеңеден қалып қойғанда қайтады. Ол аздай оны қазір балаға да беріп қойдық. Ана балдарды қарасаң, бір маймылдың балдары отырған секілді. Оны үлкен бір ағаларымызда ұстап алған ғой қазір дегенде. iPhone, Galaxy дегендерден. Балдар сыйлыққа берген шығар. Сыртынан қарасам бір гориллалар отырған секілді. Ана функцияларын түсінбей атады ойдым, өзіне жындан отыр. Енді жеңгелерімізді, қыз-келіншектерден де айтайын ба? Кәм шемпанзелер секілді бар ғой сіздер еді. Бір орында отырмайсыздар ғой. Біз күлеміз. Таңның атысы, кештің батысы телефонда отырған адам ештеңе ойланбай, түбі жұмыссыз қалады. Қазір қоғамда ондайлар бар. Сосын жұмыс жоқ. Үшінші маймыл секілді. Ешкімге керегің жоқ. Көшеде жүресің бейді. Сосын күйнесің, зүйнесің. 4 боласың, 5 боласың. Сол 6-ға жеткізбесін. Телефонды тек сөйлесу үшін қолданай ағай. Ой, рахмет. Ал 4-ші ортаға шақырайын.